Соңғы уақытта қазақмыс кеніштерінде күмәнді бақытсыз жағдайлар жиілеп кетті. Олардың қалай болғанын ұғыну кейде дәрігерлерге де қиынға соғып жатады. Күмәнді оқиғалар әдетте түнде учаскеде ешкім жоқ, таса жерде орын алады екен. Оның үстіне зардап шегушілерге де ешкім өндірістік тапсырма жүктемеген болып шығады. За последнее время соңғы уақытта бас сүйек ми жарақаттары көбейіп кетті. Кейінгі жарты жылда бізге 14 адам бас сүйек ми жарақатымен түсті. Жарақаттардың сипаты да бір-біріне ұқсас болып келеді. Именно закрытый черепно-мозговой травмы. Көп жағдайда жарақаттанушылар басына тау жыныстары құлап түсті деп шағымданады. Бірақ каска дінаман, ал бастағы жарақат жыртылмаған, бірдеңемен тіліп жібергендей болып көрінеді. Әрі оның айналасында ісік болмайды. У нас в шахте мы одеваем каску. Шахтада біз үнемі каска киіп жүреміз. Каскада мүлдем із жоқ. Төбеден бірдеңе құлаған болса, оған із түсіп, майысып қалады ғой. Кеніштің қауіпсіздік бөлімі бастығының айтуынша бір-бірінен аумайтын мұндай оқиғалардың жиілеп кеткендігі соншалық, кейде алдыңғысын тексеріп болмай жатып, жаңасына кірісуге тура келіп жатады. Спрашиваю больного. Сырқаттан, Қайсар, сен Қарағандыда тұрасың, Қарағандыда тіркелгенсің. Сені қабылдамай қойса не істейміз деп сұрадым. Ол бірден есін жиып, көзін ашты да, қалайша, мен Теміртауда тіркеуде тұрмын ғой деп мекен жайын тап түйнақта етіп айтып берді. Бұл ненің белгісі? Ендеше қызметкерлерді бұлай істеуге не итермелеп отыр? Бәлкім олар бақытсыз жағдайларда берілетін ақшалай өтемақыны алғысы келетін шығар. Әлде тезірек зейнетке шыққысы келе ме? Бұл сұраққа тек өзінің жарақаттану сценарийін өз қолмен жазғандар ғана жауап бере алды. Бірақ олардың шындықты жайып салу екі талай. Ал олардың әріптестері мұндай оқиғаларға таңданбай тұра алмайды. Менің ойымша, есі дұрыс адам өз басына таспен ұрмайды. Досыма да менің басымнан таспен ұршы деп айта алмайды. Бұл ақымақтық. Мүмкін мұның бір себебі бар шығар. Білмеймін, бәлкім жұмыстан шаршаған болар. Біз жұмыс істеу үшін барамыз, басымызға таспен ұру үшін емес, адал еңбегімізбен ақша табу үшін шығамыз жұмысқа. Мүмкін көп ақша береді деп ойлайтын шығар. Топас сараң қатымыр адамдар болады. Біз адал еңбек етіп үйренгенбіз. Қолы қимылдағанның аузы да қимылдайды. Зато гордо кушаем. Қазақмыс басшылары компания қызметкерлерін техника қауіпсіздігі талаптарын сақтауға және денсаулығы мен басын қатерге тігіп, осындай қауіпті ойындарға қатыспауға шақырады. Өйткені үйде сіздерді жақындарыңыз күтіп отыр.